Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге мясо по-французски тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл біздің отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірі. Бұл тағамды дайындау үшін біздерге қызанақ, картоп, пияз, ірімшік, тартылған ет, тұз, майонез қажет болады. Ең алдымен картоптарымызды тура осылай жіп-жіңішке етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды тураймыз. Мен бұл жерде ұсақтап турап алдым. Бұны пиязды блендермен өткізіп алсаңыздар да болады. Және қызанағымызды тураймыз. Барлық тамағымызды турап алғаннан кейін пісіретін табамыздың астын майлап, ең астыңғы қабатына картоптарымызды салып шығамыз. Тек қана осылай бір қабат етіп салсаңыздар жеткілікті. Ашық қалған жерлеріне жіңішке картоптардан салуға болады. Үстіне тұз және майонезімізді жағып, бетін жауып шығатын боламыз. Енді тартылған етімізді саламыз. Менде бұл жерде тартылған ет алдын ала дайындалып, тұзы, бұршы қосылған. Фаршымыз дайын болды. Енді пиязымызды саламыз. Пиязының көп болғаны жақсы, сонда тамағымыз дәмдірек болып шығады. Енді үстінен майонезімізді саламыз. Қалған картоптарымызды үстінен тағы да салып шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар және қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Алдағы уақытта салған рецептерім сіздерге бірден көрінетін болады. Үстінен кішкене тұз сеуіп, тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Қызанақтарымызды саламыз олардың үстінен. Тұз себеміз және майонезімізді жағамыз. Майонезі көбейіп кетті деп уайымдамаңыздар. Майонезі көп болса жып-жұмсақ болып пісіп шығады. Енді қызып тұрған пешке 190 градуста 45-50 минутқа жібереміз. Тамағымыз пісіп шықты. Пісуіне 10 минут қалған кезде ірімшігімізді бетіне саламыз. Ірімшігімізді алдын ала күштен өткізіп дайындап қоямыз. Енді 10 минутқа саламыз. Тамағымыз дайын болды. Міне түрінен де көрініп тұр. Сырымыз жақсы еріді. Дәмі де керемет болып шықты. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Сіз де бұл тағамды жасап, отбасыңызды қуантыңыз.